Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 3-ші сынып 77-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы көбейту және бөлу тәсілдері. Бірінші тапсырма: есептеп, жауабын Гүлзардан тап. Бұл жерде көбейту және бөлу амалдары берілген. Өте оңай тапсырма. 300-ді бөлеміз 10-ға. Тең болады 30. Келесі 50-ді көбейтеміз 2-ге, тең болады 100. Келесі 5. Келесі 7. Келесі 300. А тапсырмасы 200. Келесі 270. Келесі 720. Келесі 70. Келесі 2. Б тапсырмасы 30. Келесі 20. Келесі 10. Келесі 90. Келесі 2. 90-ды сызамыз және 2-ні сызамыз. Келесі тапсырма 100, 20, 200 сызамыз. Келесі 80. Келесі 1000-ды 10-ға бөлеміз, 100 болады. Соңғысы 100 болады. 100-ді сызамыз. Осыны мұқият дәптерімізге жазып аламыз. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырмада өте оңай тапсырма. Бөлу және көбейту амалдары берілген. 2-ші және 3-ші тапсырманы жазамыз. Тең болады 630. 300, 600, 210, 630, 450, 60, 90, 8, 200, 20, 2, 1, 78 және кез келген санын 0-ге көбейтсек 0-дің өзі шығады. Келесінің мәні 3. Келесі 2. Бірінші жақшан ішін орындаймыз. Одан кейін бар сыртындағы санға бөлеміз, немесе көбейтеміз. Қандай амал болса сол амалды орындаймыз. 256, 109, 7, 24, 590. Келесінің мәні 829. Келесі тапсырма 4-ші. 4-ші тапсырма: периметрі 36 метрге тең шаршы пішінді көгалдың ауданын тап. Енді бізде шаршы пішініміз мынау. Периметрі 36-ға тең. Мына шаршының периметрі 36-ға тең екен. Енді көгалдың ауданын табамыз. Ауданын табу үшін біз 6 және 6. Шаршының 4 бұрышы да тең болады. Яғни S тең 6 көбейту 6 тең болады 36 метр квадрат. Яғни бірінші есептің жауабы көгалдың ауданы 36 метр квадратқа тең екен. Екінші тіктөртбұрыш пішінді көгалдың ауданы 1000 метр квадрат. Яғни мынаның ауданы 1000 метр квадрат. Бір қабырғасының ұзындығы 50 метр. Осы көгалдың периметрін тап. Енді бір қабырғасының ұзындығы деп тұр. Бізде ұзындығы 50 метр болса, бізге ені белгісіз болып тұр. Ол үшін 1000-ды бөлеміз 50-ге. Тең болады 20. 1000-ды бөлеміз 50-ге. Тең болады 20. Енді бізде осы ені анықталды. Периметрін табуымыз керек. Пи тең 50 қосу 20. 20 көбейту 2 тең болады 70-ті 2-ге көбейтеміз. Периметрі 140 метр. 140 метрге тең екен. Келесі тапсырма: өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есепте. Сіздерге тек есептің мәнін айта кетейін.
Біріншісі 781. Бірінші есептің мәні 781. 781. Екіншісі 265. Келесі 359. Келесі 713. Келесі 746. Келесі 481. 78. Келесі 818. Келесі тапсырма. Қызанақ иілген тіктөртбұрыш пішінді жиектің ені 2 метр. Жаз соңында әр метр квадраттан 6 килограммнан қызанақ, ал бүкіл жиектен 48 килограмм қызанақ жиналды. Жиектің ұзындығы қаншаға тең? Енді бірінші 48-ді 6-ға бөлеміз. 48 бөлу 6 тең болады 8 тең. Енді 8-ді 8 метр квадратты бөлеміз 2 метрге. Тең болады бізде 4 метр шығады. Яғни жиектің ұзындығы бізде 4 метрге тең екен. Келесі, әкесі ұлына 500 теңге берді. Ұлы 100 теңгеден 2 қапшық сүт сатып алды. Егер бір балмұздақ 50 теңге тұратын болса, қалған ақшаға қанша балмұздақ сатып алуға болады? Демек, біз бірінші 100-ді 2-ге көбейтеміз. 100-ді 2-ге көбейтеміз 200. Және сол 500-ден аламыз 200-ді тең болады бізде 300. Яғни 300 теңге қалды. Енді 300 теңгені 50-ге бөлеміз. Балмұздақтың теңгесіне бөлеміз. 300-ді бөлеміз 50-ге тең болады 6. Яғни бізде қалған ақшаға 6 балмұздақ сатып алуға болады екен. Келесі тапсырма. Теңдеулерді шеш. Бұл жерде 4 түрлі амал берілген: қосу, азайту, көбейту және бөлу. Осылардың ішіне белгісіз мәнді табу үшін біріншісінде x-тің орнына белгісіз мәнді тұр, x-ті табуымыз керек. Ол үшін x тең 800-ден 532-ні алып тастаймыз. X тең 800-ден 532-ні аламыз. Сол кезде 320 шығады. Яғни белгісіз мән 320-ға тең. Келесі, y-ті табу үшін 270-ті бөлеміз 3-ге. 270-ті 3-ге бөлеміз. Y тең болады бізде белгісіз мән 90-ға тең екен. Келесі белгісіз мән 720-ны бөлеміз 8-ге. Бұл жерде мән беріңіздер. Белгісіз мән ортасында кездесе амал өзгермейді, ал екі шетінде кездесетін болса амал өзгереді. Амал дегеніміз қосу, көбейту, бөлу және азайту амалдар өзгереді. Демек, 720-ны 8-ге бөлеміз. Сол кезде шығады бізде x тең 720-ны 8-ге бөлеміз. Белгісіз мән 90-ға тең. Келесі 666-дан 334-ті алып тастаймыз. Тең болады бізде қосамыз. 666-ға 334-ті қосамыз. Белгісіз мәніміз тең болады 1000. Келесі тапсырма, a-ны табуымыз керек. Ол үшін 661-ден аламыз 151-ді. 661-ден аламыз 151-ді. a тең 10-ға тең екен. Келесі, y-ті табу үшін 210-ды бөлеміз 70-ге. Y тең бізде 3, белгісіз мән. Өте түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай теңдеуді жазып аламыз. Келесі тапсырма, кесте бойынша өрнектер құрастыр және оқы, олардың мәнін тап. Демек, ортасында қосу амалдары тұр. 90-ға 3-ті көбейтеміз. 270 қосу 350. 50-ге 7-ні көбейтеміз. Тең болады 620. 270-ге 350-ті қосамыз. Бұлына жерде 420 қосылған 30 тең болады 450 тең. 510 қосу 27 тең болады 537. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды балалар. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.